Саламатсыздар балалар. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Балалар, бүгін қандай әдемісіздер. Балалар, сендер қандай кітап түрлерін білесіздер? Ертегі кітап түрлерін білесіздер ме? Ертегі білесіздер ме балалар? Иә. Қандай ертегі білесіздер? Үйшік ертегісі. Мен бауырсақ ертегісі. Бауырсақ ертегісі. Тағы не ертегі білесіздер? Мақтағыз бен мысық ертегісі. Өте жақсы балалар. Ал бұны қараңдаршы, мынау біздің бөбекжайдағы ертегі кітаптар бұрышындағы ертегі кітаптарымыз балалар. Ал бұл қызыл қоңыз деп аталатын ертегі кітап. Ал ішіндегі суреттер балалар қазіргі 3D бағытында жасалған кітап екен. Кітаптарды жыртуға бола ма балалар? Жыртуға болмайды. Кітап қандай? Әдемі ме? Иә. Өте әдемі, иә? Кітаптарды балалар кім жазады? Жазушылар жазады, иә? Қандай әдемі кітаптар? Қандай балалар? Әр кітапта әртүрлі бағытта жазылады балалар. Бұл мүмкін жаңағы ойдан жасалған, ойдан құрылған ертегілер болуы мүмкін. Немесе өмірден алынған кітаптар болуы мүмкін, ертегі кітаптар. Қандай тағы сіздер қандай ертегілер түрлерін білесіздер? Өздерің тыңдап жүрген, естіп жүрген, көріп жүрген қандай ертегілерді білесіздер? Мен бауырсақ ертегісі. Бауырсақ ертегісін біз кішкентай кезімізде, иә, бауырсақ ертегісін білеміз, иә? Ал сіздер мамаларда телефон бар ма үйде? Иә. Мамамызда, папамызда телефон бар, иә? Балалар, біздер кітапты ұқыпты ұстауымыз керек екен, сызбай, жыртпай, оқып болғасын сөздерге қайтадан жинап қоюымыз керек екен, иә? Кітапты ұмытпай ұстауымыз керек. Ал балалар, біз Гүлжан апа екеуміз сіздерге жаңағы қазіргі телефонмен үйдегі мамамыздың, папамыздың демалған уақытта телефонмен жаңағы сканерлеу арқылы ютубтан ертегіні тамашалауды үйретеміз. Сендерге үйренгілерің келе ме? Иә. Ал ендеше балалар, қарлығаш пен дәуіт ертегісі деген бар. Сіздер түрлеріне түлкінің туған күні деген ертегі бар екен. Үй жануарлары деген ертегі бар. Сіздер білетін мақтағыз бен мысық ертегісі бар. Осы ертегіні балалар телефон арқылы сканерлеп, телефоннан ютубтан қарауға болады екен. Қамбақ шал ертегісі. Иә, барлығымызда қараймыз, иә. Жыл басына таласқан жануарлар ертегісі бар екен. Сиқырлы той, алда төсе мен май ертегісі барлығымыз қараймыз ғой, иә? Ал ендеше балалар, қазір сіздерге қарлығаш пен дәуіт ертегісін тамашалатамыз. Ал телефонды алайық, ұялы телефонды аламыз. Жоғарыда сканер дегенді таңдаймыз. Сканер ертегі бар. Соны басамыз да, жаңағы сканерді көрінді ғой? Қор өздеріңіз. Соған апарып поиск дегенді басамыз. Көрінді ма? Поискті басамыз. youtube.com деген шығады. Көрінді ма? youtube.com деген шығады. Соның үстіне басамыз. Содан кейін табылады қазір. Табылды ертегіміз. Ертегінің аты қарлығаш пен дәуіт. Ал қайықталыр. Қарлығаш пен дәуіт. Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті. Қанаты қатпаған балапандары анасы азық әкелуге кеткенде шыдамсыздана күтумен болады екен. Бір күні балапандарды жемекке қарлығаштың ұясына жалғыз шығарып үрлеп шығып бара жатады. Оны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап шор-шор етіп балапандарына араша іздейді. Көкекте көмексіне барса, бүркіт қонаға шақырып еді. Соған барғалы жатыр. Уақытым жоқ, дейді көкек. Одан шығып қараға барса, үйленгелі жатқанында мазаңдалма, дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен дауысын естіп, достым, неге зарлайсың? деп сұрайды. Қарлығаш сонда, жалғыз жылан балапандарымды жұтпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Соған не істерімді білмеймін, деп қарлығаш көзінің жасын төгіп-төгіп жібереді. Олай болса, мені жеткіз тезірек, дейді дәуіт. Қарлығаш қанат тосады. Дәуіт жотасына шығып алады. Көзі ашып жұмғанша ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалады екен. Дәуіт пен қарлығаш елу бір сәт кешіксе, балапандарды қылып сап, жұмсақ ұяда масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт аяғымен шаба тұрып, жыланның екі көзін қағызып жібереді. Жалғыз жылан сылқ етіп жерге құлап түседі де мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болыпты. Содан бері талай заман өтсе де екеуі бір ұяда тұрып бірге өмір сүреді екен. Фильмдер тамашалауға болады. Ал бала жаңағы қарлығаш пен дәуіт ертегісінде не туралы айтылған? Мысық туралы айтылған, иә? Бәрімізге әрқашан көмектесіп, құлшылық созып, көмек көрсетуіміз керек екен. Қамқор болып айтып жүрген, иә? Иә. Ал қарлығаш қай уақытта шығып кетті? Көкте? Жылынған уақытта, иә? Қарлығаш бұл адамның дауысы. Бұл ешқандай адамға зияны жоқ балалар. Ал жылан қандай кейіпкер болып тұр балалар? Өте қатыгез екен. Жаңағы қарлығаш пен балаларын не істейін деп жатыр? Иә, жейін деп азық қылайын деп жатыр екен. Оны дәуіт құртқан қуат батыр дәуіт, иә? Содан бері екеуі бірге дос болып бірге тұрады екен. Сендер де солай балалар, бірге дос болыңыздар. Кітапты да солай құрғаныңыздар, иә? Дәуіт пен қарлығаш сияқты дос болып әркез бірге жүріңіздер. Ертегі ұнады ма балалар сізге? Иә. Балалар, енді телефонмен сканерлеуді білесіздер ме? Иә, білеміз, иә? Енді осылай телефонмен сканерлеп үйден тамашалауға болады екен. Жақсы балалар, рахмет. Сау болыңыздар.